Сәлем қыздар, Динараның асханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді пахлава дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен бос ыдысымызға бөлме температурасында тұрған маргаринімізді вилкамен осылай майдалап аламыз. Осылай майдалап алғанымыздан кейін үстіне ұнымыздың жартысын салып, маргаринімізді ұнға жақсылап, осы видеода көрсетілгендей жақсылап араластырамыз. Үстіне айранымызды құямыз. Айранымыз үстіне сода, разғите салып көпіріліп тұрған айранымызды құямыз. Оның үстіне жұмыртқамыздың сарысын салып, бос қамыр илейтін боламыз. Ұнымыздың қалған бөлегін салып, орташа қамыр илейміз. Илеп болған қамырымызды пленкаға орап, 15 минуттай қоямыз. Тынған қамырымызды алып, 3 бөлекке бөлеміз. 3 бөлекке бөліп, домалақтап, 15 минуттай тындырып қоямыз. Тынған қамырымызды видеода көрсетілгендей жайып бастаймыз. Қызып тұрған духовкамызда 15 минут 10 минуттай пісіріп аламыз. Духовканың жағдайымызға қарай пісіреміз. Бұл жерде коржығымыздың ортасын ғана пісіріп аламыз. Бірінші осылай салып пісіріп аламыз. Мінекей коржығым пісті, суығанша начинкасын дайындайтын боламыз. Жұмыртқамыздың ағын миксерлейтін боламыз. Миксерлегенде аздап бірінші төмен скоростта қойып, жұмыртқамыз аздап енді көпіріп бастаған кезде барып құмшекеріміз салатын боламыз. Әйтпесе жұмыртқамыз сұйық болып кетуі мүмкін. Құмшекеріміз аз-аздан салатын боламыз. Үстіне орех қосатын боламыз. Блендеріңіз болса, блендерда ессеңіз болады. Блендеріңіз болмаса, пакетке оқтаумен жайсаңыз болады. Белогымыздың үстіне блендердан өткерілген орехіміз қосатын боламыз. Екеуін аздап араластырып дайындаймыз. Келесі қамырымызды жайып бастаймыз. Осылай жайып аламыз, қыздар. Сосын листке салатын боламыз. Листіміздің үстіне жаңа дайындаған массамызды салатын боламыз. Бір тегіс видеода көрсетілгендей, бір тегіс қалыңда болмау керек, жұқада орташа жайып аламыз. Жасаған белогымызды екіге бөліп жасайтын боламыз. Ортасы піскен, алдын ала пісіріп алған коржығымызды ортасына салатын боламыз. Қалған белогымызды үстіне салатын боламыз. Бұнда жақсылап тегістеп, брохельге өп келтіріп аламыз. Үстіне алдын ала жайылған қамырымызды бетіне қойып, тегістеп, үстіне жұмыртқаның сарысын жағатын боламыз.
барлық жеріне теңдей жағып алуымыз керек. Үстіні қалауыңызша сәндесеңіз болады. Осындай таяқшаның көмегіменен үстін осылай видеода көрсетілгендей үстін сызып шықтым. Өзіңіздің қалауыңызша сәндесеңіз болады. Мен үстіне осындай арықтарды әдемдеп қойып шықтым. Осыны қойып болғанымыздан кейін қызып тұрған духовкамызда 40 минут, 45 минут 230 градуста пісіріп алдым. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер видеом ұнаса, келесі видеода қызықты видеоларды жіберіп алмау үшін маған тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайды деген үміттемін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, сау болыңыз.